Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құрамында мүлде дрожь қосылмайтын, бар болған 10 минутта дайын болатын осындай дәмді үлпілдек жұмсақ болып шығатын бауырсақтар жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Толық рецепті описаниядан қарасаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, үстінен ас содасын салып, екеуін реакция бергенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқа саламыз, тұзымызды қосамыз және де қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құйып, массамызды жақсылап бір араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситаның көмегімен өткізіп, жұмсақ қамыр илетін боламыз. Ұнымызды ситадан өткізгендіктен біздің бауырсақтарымыз өте жұмсақ, үлпілдеп шығатын болады. Неге біздің жұмсақ қамырымыз дайын. Енді оның бетіне салафан пакет жауып, 10 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Енді тынған қамырымызды алып, ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен 1 см көлемінде барлық жерін жақсылап жайып алатын боламыз. Бауырсақтарымызды осындай дөңгелек стақандың көмегімен жақсылап барлық жерін кесіп алатын боламыз. Бізде қалыңдығы осындай 1 см болады. Қызып тұрған майымызда бауырсақтарымызды сала отыра, екі шетін қызарғанша пісіріп аламыз. Бауырсақтың қамыры айранға иленгендіктен өте тез піседі, әрі көтеріліп дөңгелек болады, түсі де керемет болып шығатын болады. Осымен біздің 10 минутта жасалынатын бауырсақтарымыз дайын. Өте керемет, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте керемет болып шығады. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.